Ассаламу алейкум. Бүгінгі видеода осындай сәнді беретканы эко-кожадан тігетін боламын. Егер нәтижесін көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Тігілу жолы өте оңай. 30 минутта дәл осындай беретканы тігіп алуға болады. Алдымен осындай лекала дайындап аламыз. Бірінші бөлшегіміздің диаметрі 30 см. Осындай шеңбер сызып аламыз. Ал екінші бөлшегіміздің дәл солай шеңбер сызамыз 30 см қылып. Тек бұда бір өзгешелік, ортасында осындай тесік болады. Ол 17 см болады. Сол 17-ні қиып алып, осындай тесік қылып қиып алатын боламыз. Енді үшінші бөлігіміз ол біздің бас айналымыз. Өзіңіздің басыңызды айналдырып өлшеп, соған 1 см қосып, шыққан санды осындай ұзын бөлшек етіп қиып аламыз. Ені менде 6 см болды. Бұл жерде өзіңіздің еркіңіз, енді қанша қылып алсаңыз да 4 қылып, 3 қылып алуға да болады. Осыны 2-ге бүктеп, біздің береткамыздың жиегі болады. Осы лекаламыз арқылы енді матамызға бастырып қиып алатын боламыз. Мен алдын ала міне қиып дайындап алдым. Менде негізгі мата осындай эко-кожа болады. Тура алдындағы лекалам бойынша міне 2 бөлшегімді де қиып дайындап алдым. Үшінші бөлшегіміз ол біздің береткамыздың жиегі болады. Негізгі матамыз 3 бөліктен тұратын болады. Ал астарлық матамыз осындай 2 ғана бөліктен тұрады. Тура солай астарлық матаны да қиып аласыздар. Енді тігуді бастаймыз. Енді осы шеңберімізді алып, 4-ге бүктейміз. Содан кейін центрлерін тауып, қайшымен осылай тілік жасаймыз. Екінші бөлігімізді де тура осылай 4-ге бүктеп, центрлерін тауып, тілік жасаймыз. Осылай центрлерін табу маңызды. Оң беті мен оң бетін бір-біріне беттестіріп, манағы жасаған тіліктеріміз бар, соны бір-біріне келтіріп, инемен түйрелеп аламыз. Содан кейін шетінен тігіп шығамыз. Айналдырып, екінші шетіне дейін тігіп шығамыз. Мұндай береткаларды қалың, формасын ұстайтын маталардан тіккен дұрыс. Егерде сіз жұқа матадан тігетін болсаңыз, онда міндетті түрде дублирендеп алғаныңыз дұрыс. Осындай береткаларды тігу үшін мата шығыны өте аз, жарты метрден аз мата кетеді. Астындағы осы тігісті төменге қарай жатқызып, сыртынан 1-2 мм аралықта сәндік тігіс жүргізіп шығамын. Осылай тігіп алдым. Енді үшінші бөлігімді алып, яғни береткамның жиегін, оң бет мен оң бетін бір-біріне беттестіріп, осы аралықты шетінен 1 см аралықта бір-біріне қосып тігіп аламыз. Осы жерде де центрлерін тауып аламыз, яғни 4 жағынан да осылай тілік қалдырамыз. Үшінші бөлігіміздің де центрлерін тауып, осы белгілерді бір-біріне келтіріп, инемен түйрелеп аламыз. Осылай инелермен түйрелеп, содан кейін айналдырып отырып, тігіп шығамыз. Мен осылай тігіп алдым. Енді астарлық матамыздың да центрлерін тауып, оң бет мен оң бетін беттестіріп, айналдырып тігіп аламыз. Оң бет мен оң бетін бір-біріне кигіземіз. Видеода көрсеткендегідей осылай бір-бірінің ішіне кигізіп аламыз. Содан кейін
осы береткамыздың жиегін осылай ішіне қарай кіргізіп, осы тігістің бойымен астарлық матамызды қосып, тағы да бір тігіс жүргізіп шығамыз. Айналдырып тігіп шығамыз. Бір ескеретін жағдай, 5 см аралықта тікпей қалдырып кетеміз. Оң бетіне айналдыру үшін қажет болады. Сол қалдырып кеткен жерден ақырындап оң бетіне айналдырып аламыз. Осы қалдырып кеткен жерімізді жасырын тігіс арқылы қолымызбен тігіп аламыз. Сонымен біздің береткамыз дайын. Егер менің видеом сізге пайдалы болса, міндетті түрде каналыма тіркеліңіз, лайк басып пікір жазыңыз, және осы видеоны таныстарыңызға, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта қызықты, пайдалы видеолар күтіңіздер.